Бәріңе сәлем, бұл Марат Қани, құрметті әріптес, оқушыларға арналған жас ахметтанушы зияткерлік сайысы туралы таныстырамын. Қазақ тілі мен әдебиеті апталығы кезінде немесе сыныптан тыс шара ретінде ұйымдастыруға болады. Сайыс 3 турдан тұрады, жалпы саны 7 оқушыға дейін қатыса алады. Бірінші турда QZIS бағдарламасы арқылы берілген сұрақтарға жауап береді. Әр дұрыс жауапқа 5 ұпай беріледі. Қатысушылар экранда көрсетілген QR-кодты телефондарының камерасымен сканерлейді, сөйтіп көрсетілген сайтқа өтеді. Сіз де браузер арқылы QZIS платформасында дайындалған Ахмет Байтұрсынұлы туралы сұрақтарға өтесіз. Осы начат деген пәрменді орындайсыз, классикалық түрін таңдаймыз. Продолжить деген батырманы басамыз. Басқаннан кейін экранда бізде код көрінеді. Телефонда қосылу кодын енгізіңіз деген жерге сол кодты оқушылар жазады. 069 920. Ойынға қосылыңыз дегенге оқушы басады телефонымен және өзінің аты жөнін белгілеу керек. Марат деп жазайын. Бастау дейміз. Бастау деймін. Сөйтіп барлық оқушылар өзінің аты жөнін жазады, ал сізде экранда қатысатын оқушылардың аты жөндері осылай көрініп тұрады. Сосын начинайте дегенді басқан уақытта оқушыларда телефонында сұрақтар көрінеді. Сөйтіп 15 сұраққа рет-ретімен жауап береді. Мысалы, қаламгер қазақ жазуына енгізген реформасы қандай? Латын әліпбиіне көшірді, керекуте жазуды ойлап тапты. Әр қатысушының ұпайлары осылай тұрады. 15 сұраққа жауап бергеннен кейін кім көп дұрыс жауап берді, соның балын есептеп шығасыз. Осылайша бірінші тур аяқталады. Екінші турда қатысушылар реттілік нөмірі бойынша экранда көрсетілген ұяшықтарды таңдайды. Ол үшін слайдымызды қосайық. Күлгін түс, көк түс, жасыл түс берілген. Бірінші қатысушы күлгін түсті таңдады. Бірінші сұрақтың үстін басамыз. Жалпы бұл сұрақтардың барлығы Ахмет Байтұрсынұлының мысал өлеңдеріне арналған. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз дейді. Бірдеңе сапар шекті елден жырақ. Көп нүктенің орнына қандай сөз тұру керек екенін оқушы айтады. Жауабын тексереміз. Бір қасқыр сапар шекті елден жырақ. Ұяшықтар дегенді бассақ, осы бетке қайтадан өтеді. Сондай-ақ келесі қатысушыларды рет-ретімен таңдай береді. Жол шеккен тамақ іздеп аш не екенін табу керек. Жауабы аш арыстан. Ұяшықтар. Көк ұяшықтарда да дәл солай мысал өлеңдерінен тапсырмалар берілген. Бірді таңдап көрейік. Қарамен жазылған сөздің мағынасын ашыңыз. Жігіттер мұнан ғибрат алмай болмас, әуелі бірлік керек болсаң жолдас. Ғибрат сөзінің мағынасын оқушы айтады. Жауабын тексереміз. Ғибрат үлгі өнеге. Сол секілді 5-ші ұяшықты ашайын. Отырып ақ аң-таң қалып, біраздан соң шиланды ашайын деп қолына алды. Шиланың мағынасын оқушы табу керек. Жауабы шилан ақша салатын ыдыс. Ұяшықтар деген жерге өтеміз. Енді жасыл ұяшықтарды таңдайды. Жасылдың біріншісін таңдайын. Өлеңнің тақырыбын табыңыз. Суретке қарап отырып, оқушы өлеңнің тақырыбын табу керек. Жауабы ат пен есек. Жасылдың үшін ашайын. Өлеңнің тақырыбын табыңыз дейді. Оқушы бейнеленіп тұрған суретке қарап тақырыбын болжайды. Жауабы емен мен қамыс. Екінші турда әр сұраққа дұрыс жауап берген үшін 10 ұпайдан беріледі. Екінші тур аяқталғаннан кейін үшінші турға өтеміз. Әр оқушыға Ахмет Байтұрсынұлының бір мысал өлеңі ұсынылады. Мысалды оқып шығып көтерілген мәселені анықтайды. Жоғары ұпай 20 ұпай, берілетін уақыт 5 минут. Оқушыларға Ахмет Байтұрсынұлының мысал өлеңдері ұсынылады. Олар өлеңді оқып шығып, ол өлеңде көтерілген мәселені, ол өлеңнің тақырыбы мен идеясын өз ойымен айтып шығады. Соған байланысты сіздер алдын ала белгіленген критерийлер бойынша бағалайсыздар. Осылайша 3 турдың қорытындысы бойынша жеңімпаздар анықталады. Бұл сайыс оқушыларды ынталандырады, оның зияткерлік қабілетін шыңдай түседі және кітап оқуға шақырады.
Құрметті әріптестер, жас ақыметтанушы зияткерлік сайысының дайын нұсқасы қажет болса, осы видеоның сипаттамасында, яғни төменгі бөлігіндегі ақпарат алаңында WhatsApp мессенджерімнің сілтемесін және ұялы нөмірімді қалдырдым. Әр сабағыңызды қызықты өткізгіңіз келсе, YouTube арнама тіркеліп, үлпілдеріңізді аямай басып, пікір жазып кетіңіздер.